Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге кешкі асқа күшті идеямен шығып тұрмын. Өте дәмді тамақ дайындайтын боламыз. Духовкада сіздерге ұнаса, лайк басып сохранить етіп алыңыздар. Алдымен ыдысымызға бірінші картошкаларды теркадан шығарып алатын боламыз. Бір рет төсеп алып, бетінен тұзыны, майонезін сеуіп, жақсылап тегістетіп алатын боламыз. Енді біз бұл жерде фаршқа 2 штук пиязды турап, ішіне тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр салып, жақсылап араластырып алғам. Бетіне майонез жағамыз қайтадан. Майонез бұл жерде біздің тамағымызды күшті, дәмді қылып шығарып береді, Құдай қаласа. Енді бұл жерде картошка сабалдың тағы қайтадан бетінен тағы бір рет фаршымыз төсеп, жақсылап тегістеп жайып алатын боламыз. Енді біздің тамағымыз сочный болып шығу үшін 2 штук помидор турап алып, бетіне осылай теріп шығатын боламыз. Дәмді қылады бұл помидор бізде. Енді бетіне 150 мг суға 2-3 қасық сметана құйып, пісіруге жіберетін боламыз. Пісіп шыққан соң, теркадан шығарылған сырымызды сеуіп, бетіне зелендер сеуетін боламыз. Тағы 2-3 минутқа жібереміз. Үйде свежий капуста бар еді, помидор, огурцы, тұз, майонез, зелень салып, осылай бір салат жасап жібердім. Бұл салат өте жеңіл, әлі оп-оңай, көп зат қажет етпейді. Біздің тамағымыз пісіп шықты. Беймарал жіберсеңіздер болады. Ас болсын.